Құрметті менің көрермендерім, оқырмандарым, сіздермен бүгін керемет бір дұға жайлы бөліскім келіп отыр. Бұл дұға, яғни қарыздан құтылу дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті радиянхуға үйреткен мынадай дұға. Қарыздан құтылу дұғасы. Ол былай айтылады. Аллахума кфини би халалика, ән харомик, ва ағнини би фадлик әмән сиуа. Бұл дұғаның мағынасы былай. Ва Аллахым, өзің халал еткен нәрселермен ризақтандыр, харам еткен нәрселерден алыстат, және мені өзің сый-сияпатыңмен байыт, және мені өзіңнен басқа ешкімге мұқтаж етпе деген керемет дұға. Осы дұғаны қарыздарыңыз болса, таңертең 100 рет, кешке 100 рет айтып жүрсеңіздер, иншаллах күллі қарыздарыңыздан құтыласыздар деген сенімдемін. Аллахым қарызсыз өмірді барлық адамдарға нәсіп етсін.